Ассалаумағалейкум қазақ елі. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар, ақпараттардың айтаманы ғалым кәлмен. Әуелі әлқисасынан бастайық. Жолға сыймаған жүк көліктері трассаны топалаң қылды. Соққыдан кабинадағы жүргізушілер ұшып шығып кеткен. Ал Қызылордада пойыз кілт тоқтап, жолаушылар басқасына отырды. Тальгоға не болған? Қостанайдағы өртке кінәлі шенеунік адам естімеген айыппұл арқалады. Бүкіл орман саласының бет-бейнесін ашып берген апатқа бір өзі айыпты боп 4,5 жылға қамалған аздай, енді елге 21 миллиард теңге төлеуге міндетті. Ол оны қашан өтеп болады? Талғардан тағы шу шықты. Тергеліп жатқан күдіктілердің бірі изолятордан қашып, үлкен бастықтар қызметімен қош айтысты. Тергеу мекемесінен тайып тұрған қайсысы? Имамдар Құдайдан қорқама, интернеттен қорқама. $3,000 қарызын қайтармай жүрген діни қызметкер берешегін бір күнде тауып берді. КМДБ бұғанда үн қосты. Түркістанда басқа ештеңе қалмады ма? Көшеде көлікпен арыстан сатып жүр. Қазақ жеріне Африканың жыртқышы қалай келді? Атыраудан Алматыға шыққан пойызға қауіп төнді. Жүйткіген отарбадан аяқ асты ақау шыққан. Жолаушылар тасымалына жауаптылардың хабарлауынша, орта жолда вагондардың бірі бұзылып, Қызылорда облысының аумағында Қазалы станциясына аялдауға мәжбүр болған. Жедел шаралардың нәтижесінде ешкім зардап шекпеді. Сол жерде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлық адам басқа пойызға отырды. Оған қоса жолаушыларға билет құнының айырмасы өтелетін болды. Ал оны алу үшін 1433 нөміріне хабарласу керек. Барлық жолаушылар тамақпен және ауыз сумен қамтамасыз етілді. Ұлттық тасымалдаушы уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды және жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шараларға түсіністікпен қарауды өтінеді. Қарағанды облысында 3 бірдей жүк көлігі соқтығысып, жан түршігерлік жол апаты болды. Соққыдан жүргізушілер кабинадан ұшып түсіп, бірі сол жерде көз жұмған. Оқиға кеше кешкісін Алматы-Екатеринбург тас жолында болған. Төбе құйқаңды шымырлататын кадрлардан көліктердің жылдамдығы қатты болғанға ұқсайды. Тіпті соққының салдарынан зардап шеккендердің бірі жол қоршауының арғы бетіне құлаған. Тауарды тау қылып тиеп алғандар бір бағытқа бет алған көрінеді. Екі жолақты жолды бөлісе алмай, үшінші жүк көлігіне де зардабын тигізіпті. Шақман және 2 Volvo жүк машиналарының қатысуымен жол көлік оқиғасы болды. Жол көлік оқиғасы салдарынан жүргізушілердің бірі оқиға орнында қайтыс болды, екіншісі медициналық мекемеге жеткізілді. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, тиісті сараптамалар тағайындалды. Астанада жолаушылар автобусы сау тамтығы қалмай жанып кетті. Оқиға Қабанбай Батыр даңғылында болған. Абырой болғанда қоғамдық көлік ішінде ешкім болмапты. Өрт сөндірушілердің күшімен қызыл жалын ауыздықталды. Қабанбай Батыр даңғылы бойынша автобус жанып жатыр деген ақпарат келіп түсті. Жанып жатқан орында 2 бірлік техника, 10 адам жұмылдырылды. Қазіргі таңда автобус толық сөндіріліп, зардап шеккендер жоқ. Қостанайда автобустардағы онлайн төлем жүйесі жолаушының да, жүргізушінің де жүйкесін жұқартып бітті. Әсіресе таң сәрімен алагөмнің әңгімесі бөлек. Қоғамдық көлікпен қатынайтындар жақсы білет. Төлем үшін ұзын сонар кезек тізілет, бұның кесірінен кикілжің туады. Цифрлы жүйе деген аты болмаса, нағыз сиқырлы, қиқырлы жүйе. Қостанайда жол ақысын онлайн төлеу тәртібі енгеніне біршама жыл болды. Қолайсыз тұстары көзге ұрып тұр. Мәселен, жолаушының барлығы алдыңғы есіктен ғана кіреді. Бұл жүйеге әлі ешкім үйренбейді, шыны керек. Ауылдан келетін кісілер бар мысалға. Олар артынан кіріп күтіп тұрады. Жол тайғақ мысалға, көк тайғақ мысалға, құлап кетуі мүмкін. Сондықтан ол кісілер біле бермейді да, алдынан кіру керек екенін. Сондықтан артында тұрып қалады. Кейде ол кісілерді алмай кететін кездер болады. Өйткені арт есік тарс жабады. Секіріп кетті үшін, келемей кетті үшін. Былайша айтқанда қоғамдық қоян сүретін салып кетті үшін. Міне көрермен 8-ші маршрут келді. Біз де осының ішіне кіріп көреміз қазір. Көрдіңіздер ғой, барлығы кірген кезде ғана төлейді. Яғни валидатор ортада және артында жоқ. Кәдімгідей кезек. Барлығы кезек-мезек төлемін жасап жатыр. Абырой болғанда интернетте қарыспады, валидатор да қалыспады. Жағдайды жолаушылардан білдік.
куча людей. Таңғы уақытта автобуспен жүру мүмкін емес. Адам қаптап жатады. Тіпті кейбір аялдамаларға тоқтамай балалы жолаушылардың өзін алмай кетеді. Көпшілік кондуктор деп білетін бақылаушыларды жолықтырмадық. Олар бар, саусақпен санарлық. Ал автобустың алдынан кіру жыры әсіресе үлкендердің мұңы. Айтуларынша, кезіндегідей екінші есіктен кіруді қайтадан жандандыру керек. Қостанайда ондай болған жоқ. Ешкім алдамайды. Сол бұрынғыдай кірсін, бәрі кіріп кетсін. Өйткені біз жастар кіріп кетеді, бізге үлкендерге жол болмай қалады. Өйткені мен аяғым ауырады, кіре алмай қаламын, орнын таба алмай қаламын. Кезекті маршрутта жүргізушіні әңгімеге тарттық. Қырсық шалғанда дыбысы жазылмады. Айтуынша, төлем жасап түбіртегін көрсетіп жатқандардың әрекеті әурешілік. Себебі оны тексеру жүргізушінің міндет емес. Бірақ төлемнің өткенін көрсетуді талап ететіндер де бар. Ол енді бөлек әңгіме. Ал біз келесі күні автопарктың біріне жолықтық. Басшысының айтуынша, бәрі жақсы. Я сам езжу только на автобусах. Таңертеңде кешке де автобуспен қатынаймын. Бізде төлем үшін кезек дегенді мүлдем көрмеппін. Енді студенттер сабаққа баратын уақытта қаптап кететіні бар. Бірақ соншалықты ыңғайсыздық жоқ. Маршруттар уақытынан қалмай қатынап жатыр. Қызықты қараңыз, нақ осы тасымалдаушы бір автобус, бір валидатор қағидасы барын түсіндіріп бақты. Айтуына қарағанда, жауапты оператор артығын бермейді. Бірақ әкімдіктің әңгімесі басқа. С 2021 года была внедрена. Негізі электронды төлем жүйесі 2021 жылы енгізілген. Ал жолаушының барлығы алдынан төлеп кіруі тиіс деген талапты биыл бекіттік. Егер тасымалдаушылар өтінім берсе, жауапты компания қосымша валидатор орнатуға дайын. Бірақ бірінші есіктен кіру талабы барда қосымша валидаторлардың қажеттілігі жоқ, шағым түспеді. Ұққанымыз мынау, қостанайлықтар жұмылып, тек алдынан кіріп төлем жасау жүйесі ыңғайсыз деп дабыл қақпайынша, тасымалдаушы да тиісті мекемеде мәу демейді. Жалпақ тілмен айтсақ, ай көмектен айғай шықпай, барлығы жүйелі түрде жүзеге аса бермек. Дерек үшін айта кетейік, Қостанайда күніне орта есеппен 100 мың жолаушы автобуспен қатынайды, соның ішінде ересектер үшін жол құны 100 теңге. 8 тасымалдаушы компания бар. Нұрғанат Омарұлы, Еуразия бірінші арнасы, Қостанай. Тәуелсіздік алған жылдары ат үстінде жүріп, есім сойы ел жадында қалған азаматтардың бірі Нұрлан Балғынбаев еді. Бүгін Астанада экс-премьер-министрдің атына көше берілді. Анау мынау емес, экспоның маңында. Кезінде Балғынбаев үкіметті басқарды, президент кеңесшісі болды, тағы да бір қатар лауазымды қызметтерді атқарды. Мұнай-газ саласына да тер төкті. Айта кетейік, бас қалада Балғынбаевқа көше беру мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы еді. Бүгін ашылу салтанаты өтіп, марқұм жайлы біраз естелік айтылды. Экс-шенеунік 2015 жылы дүние салды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Мажарстанға мемлекеттік сапары екі ел арасындағы серіктестіктің жаңа кезеңіне жол ашпақ. Биыл Қазақ-Мажар стратегиялық мақсаттағы декларациясына қол қойылғанына 10 жыл. Осы уақыт ішінде ортақ мүддеге негізделген өзара ынтымақтастықтың іргесі қаланды. Бүгінгі меже инвестициялық байланысты нығайту. Бұл энергетика, сирек кездесетін материалдарды, металдарды өндіру, көлік және логистика, ауыл шаруашылығы, фармацевтика, қаржы нарығы секілді маңызды салалар аясында іске аспақ. Елімізде Мажарстанның 70-тен астам компаниясы табысты жұмыс істеп жатыр. Олардың қатарында Мол Груп және Гедеон Ричтер секілді компаниялар бар. Қазіргі таңда машина жасау, ауыл шаруашылығы және логистика саласында жалпы инвестиция көлемі $540 миллион асатын бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселесі талқыланып жатыр. Инвестициялық жобаларды қолдауға қатысты 7 коммерциялық құжатқа қол қойылды. Соңғы жылдары екі елдің өзара тауар айналымы едәуір артқан, алда өзара алыс-берісті $1 миллиард дейін жеткізу міндеті тұр. Президент Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбанмен жүргізген кеңейтілген келіссөз аясында бірқатар маңызды уағдаластыққа қол жеткізді. Біз Мажарстанға жалпы құны $700 миллион болатын 95 тауар түрін жеткізуге дайынбыз. Энергетика, металлургия, мұнай, химия, машина жасау, ауыл шаруашылығы және құрылыс саласының өнімдерін экспортқа шығаруға мүмкіндігіміз бар. Мажар компаниялары Қазақстандағы инвестициялық жобаларға қызығушылық танытып отыр. Инвестициялық қор құрылатын болды. Елімізге 2005 жылдан бері $370 миллион мажар инвестициясы тартылды. Екі елдің стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайтуды көздейтін бірлескен мәлімдеме қабылданды.
Қазақстандан барған ресми делегация премьер-министрдің салтанатты қабылдауына да қатысты. Мемлекет басшысы қонақжайлық пен достық пейілі үшін Мажар елінің басшылығына ризашылығын білдірді. Айта кетейін, президент бұл елдің мемлекеттік жиналысының төрағасы Ласло Кёвер мен кәсіпкерлерін Қазақстанға шақырды. Сенаторлар бүгін жыл сайын ұлттық қордан 2 триллион теңгеден алып отыру туралы заңды мақұлдады. Демек, алдағы 3 жылда 6 триллион теңгенің басына су құямыз. Бұл қаржы ақсап тұрған салалардың бойына қан жүгіртуге жұмсалады екен. Ең басты проблема ырыққа көнбей бара жатқан инфляцияны ауыздықтау. Парламент қабырғасында талқыланған өзге де мәселелерді Қайыркен Отыншы баяндайды. Бүгін Бектенов бастаған үкімет мүшелері Сенатқа келді. Олар депутаттардың алдында алдағы 3 жылдың бюджетін қорғады. Қаржы министрінің баяндамасын сілтідей тынып тыңдаған сенаторлар ұлттық қордың атын естігенде селк ете түсті. Бүгінгі күнде ұлттық қордан алынып жатқан қаражат ұлттық қорға түсімдерінен асып отыр. Бұл соңғы 2 жылда байқалып отқан мәселе. Енді бұл басқаша айтатын болсақ, бұл дегеніңіз алдымыздағы 2 жылда ұлттық қордың қаражатын белсенді түрде пайдаланатын болсақ, онда ұлттық қордағы қаржының жинақталуы күмәнді сияқты. Ұлттық қордан бөлінетін қаржы ірі жобаларды дайындауға жұмсалады екен. Қазір қаржыландыруды күтіп отырған тағы 17 бағдарлама бар. Оның саны алдағы уақытта өсуі мүмкін. Ал ұлттық экономика министрі сарымайдай сақтап отырған ақшаны табиғи апаттар мен дағдарысқа қарсы шараларға жұмсамауға уәде берді. Төтенше жағдайларға және басқа да дағдарысқа қарсы деп айтып отырсыз, сондай мәселе бізде тұрған жоқ. Біздің негізгі жаңа айтқандай ұлттық қордан бөлінетін қаржы ірі жобаларды қаржыландыруға және баламалы көздері жоқ осындай ірі жобаларды қаржыландыруға ғана бағытталатын болады. Үкіметтен келген құжатқа үңіліп қараған сенаторлар алдағы 3 жылға арналған бюджет жобасын мәжіліске кері қайтарды, себебі тұстарында көп сома көрсетілген. Мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелерін толық орындау бюджеттің басым міндеті болып қала бермек. Атап айтқанда, ауыл тұрғындарын таза және қолжетімді ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған жобаларды жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлінетін болады. Парламент қабырғасында қайырымдылық қорлардың жұмысын тексеру мәселесі де сөз болды. Жоғары аудиторлық палата төрағасы Алихан Смайылов қазір жаңа құжат дайындалып жатқанын айтып қалды. Ол нормаға сәйкес мемлекеттің қатысуымен құрылған ұйымдардың қызметі майшаммен қаралмақ. Демек, қайырымдылыққа деп жиналған ақшаның әр тиынына дейін тексерістен өтеді. Жоғары аудиторлық палатаның бюджеттік емес қорларды тексеретін құзыреті жоқ. Қазір қаралып жатқан бюджет кодексі аясында жоғары аудиторлық палатаның құзыретіне мемлекеттің қатысы бар бюджеттік емес ұйымдарға аудит жүргізу нормасын қосуды қарастырып жатырмыз. Яғни мемлекеттің қатысуымен құрылған немесе мемлекетке берілген қорларды тексеруге құзырет алу қаралады. Сондай-ақ сенаторлар маңызы жоқ жиындар мен жобаларға қаржы шашуды тоқтатуды да сөз етті. Себебі осындай шаралардың кесірінен ауадай қажет бағдарламаларға ақша жетпей жатқан көрінеді. Мәселен, бір ғана жайлы мектеп бағдарламасына былтыр 312 миллиард теңге бөлінген. Жоспар бойынша 400 білім ошағы салынуы тиіс екен. Бірақ жеме-жемге келгенде 217 мектептің ғана құрылысы басталыпты. Қайыркен Отыншы, Әсет Нұрғали, Еуразия, бірінші арнасы. Еліміздің депутаттары Түркістанда бас қосты. Киелі шаһарда Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығына арналған ғылыми практикалық конференция өтті. Қоғам қайраткерлері, сенаторлар мен мәжілісмендер, ардагерлер арнайы қатысқан шарада халық қалаулыларының қоғамдағы рөлі сөз болды. Себебі мемлекет басшысы депутаттар мен жергілікті атқарушы орган өкілдеріне халықпен диалог орнатып, мұң-мұқтажына баса көңіл аударуды тапсырған тұғын. Сондықтан артылған жүкті берген уәдені өз деңгейінде орындау барлығына ортақ міндет болып саналады. Алқалы жиында өзекті мәселелер талқыланып, тың идеялардың төңірегінде әңгіме өрбіді. Жалпы өңірде жергілікті мәслихаттарда 300-ден астам депутаттарымыз бар. Олардың арасында ауыл шаруашылығы, білім, денсаулық және өзге салалардың өкілдері болса, ал басым бөлік кәсіпкерлер екен. Осы ретте инвестиция тартуға, халықты кәсіпкерлікке баулуға депутаттарымыз да өз үлестерін қосуы қажет. Жамбылда аудандық ауруханалардағы көліктің тең жартысы тозып кеткен. Бүгінде облыстағы 10 ауданның медициналық мекемелерінде 235 техника бар, алайда оның 112-сі жүрмейді, қаңтарылып тұр. Сондықтан облыс әкімдігі бұл олқылықтың орнын толтыру үшін ақ халаттыларға автокөлік кілттерін табыстады. Енді үй аралайтын учаскелік медбикелер де жаяу жүрмейді.
Жол талғамайтын 20 машина алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарына берілді. Аудандық мекемелер 2-3 көліктен алды. Бұған жергілікті бюджеттен 519 миллион теңге бөлінген. Ал жыл соңына қарай тағы 13 темір тұлпар беріледі екен. Учаскелік дәрігерлердің жұмысын жандандыруға үлкен жәрдемін жасайды. Осы санитарлық автокөлікпен әрбір учаскелік дәрігер мейірбике уақытылы көмегін жасайды деп білеміз. Үлкен рахмет, алғысымыз шексіз. Әкімге сұрағым бар. Ақтөбенің жастар аймақ басшысына қалаған сұрағын қоюға мүмкіндік алды. Ұйымдастырушылар Асхат Шахаровпен кездесуге өңірдің белсенді студенттерін жинапты. Олардың арасында пікірсайыс клубының мүшелері, еріктілер, эко-белсенділер бар. Жиында облыс әкімі жастардың ұлттық құндылықтар, тәуелсіздік, жаңашылдық ұғымдары туралы пікірін білді. Қазір қоғамдағы кесел, есірткі, құмар ойындардан аулақ жүріп, буллинг, тұрмыстық зорлық зомбылықтан қашық болуға үндетті. Асхат Шахаров отан сүйгіштік қызыл сөзбен емес, ісіңмен дәлелдейтін қасиет екенін айтты. Облыстық деңгейде жастар ресурстық орталығында өте көп ұйымдарды білемін. Бұл қоғамдағы жастардың рөлін қалыптастырады. Сол жастар, бүгінгі жастар, ертеңгі болашақтағы үлкен тұлғалар деп есептеймін. Яғни олардың араларынан лидерлер шыға бастаса, қоғамды ойлайтын, қоғаммен жұмыс жасап көрген адамдар шыға бастаса, алдағы уақытта да олар белгілі бір қоғамға жақсы әсер ете алатын тұлғаларға айналады деп ойлаймын. Жаңалықтарымыз жалғасады, алда көретіндеріңіз. Сіз жақта банан қанша тұрады, оны аукционда 3 миллиард теңгеге сатып жатыр. Сары қисықты сонша ақшаға сатып алған олигарх та белгілі болды. Желіні жарған кәріш жүзімі қаншалықты зиян, шайын мускатты зертханаға апарып тұрып тексерген мамандар, оның құрамындағы нитрат мөлшері 13 миллиграммға дейін жететінін анықтапты. Сәлден соң ашып айтам. Биыл 10 айдың ішінде елімізде 44 мың адамды ит талаған. Олардың дені 14 жасқа дейінгі бала. Бұл туралы бүгін мәжілістегі кезекті жиында денсаулық сақтау министрлігінің өкілі мәлімдеді. Шенеуніктің сөзінше статистика көңіл көншітпейді. Күшік асырап ит ететін, өзіңе шапса қит ете алмайтын уақытта балтырған ағандардың қатары қалыңдап жатыр. Жыл сайын республика бойынша 50 мыңнан астам адам жануарлардан тістеуіне байланысты медициналық көмекке жүгінеді. Оның 99% профилактикалық вакцинация алады. Адамдардың 1% вакцинациядан бас тартады. 2024 жылы 10 айында медициналық көмекке жүгінген адамдар саны 44.266 адамды құрады. Қабаған иттен құтылу үшін эвтаназия қолдану тиімді тәсіл дейді мәжіліс депутаттары. Яғни екпе арқылы жануарды ұйықтатып азаптамай өлтіру. Қазір Қазақстанда 300 мыңдай иесіз бұралқы бар екен. Ал олардың көзін құрту үшін депутаттар жануарлар туралы заңға өзгерістер енгізуді қызу талқылап жатыр. Шымкентте басқасын қойғанда арыстанның күшігі сатылып жатыр. Полицейлер қаладағы базарлардың бірінің маңында аланды сатпақ болғандарды қолға түсірді. Түркістан облысы тұрғынының көлігін тексеру кезінде сирек кездесетін жыртқыш аңның баласы жүк салғыштан табылған. Жедел уәкілдер күдіктілерді жолдың бойында ұстап, қара жәшікке салынған жануарды сыртқа шығарыпты. Қазір осы жағдай бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ұсталғандардың экзотикалық жан-жануар саудасымен қашаннан бері айналысатыны содан кейін белгілі болмақ. Жайт бойынша полиция департаментімен қылмыстық іс тіркелді. Жануар мамандарға тапсырылды. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері жүргізілуде. Талғардағы тергеу изоляторының басшылары ішкі істер органдарынан қуылды. Қыз зорлаған үшін қамауға алынған күдікті қашып кеткен соң осындай шешім қабылданыпты. Жалпы тергеу изоляторының 12 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Қазір салғырттық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Оның қорытындысына қарай лауазымды тұлғалардың әрекетіне құқықтық баға беріледі. Естеріңізге сала кетсем, Талғар қаласының 26 жастағы тұрғыны туған жиенін зорлады деген күдікпен уақытша ұстау изоляторына қамалған. Алайда 21 қазанда күзеті күшті жерден қашып шығып, бірнеше тәуліктен кейін табылған тұғын. Қызметтік тексеріс қорытындысы бойынша қатаң шаралар қабылданды. 12 қызметкер, оның ішінде бірқатар басшылар атқаратын лауазымдарынан босатылғанға дейін қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Уақытша ұстау изоляторының бастығы мен жауапты қызметкері теріс қылықтар үшін ішкі істер органдарынан шығарылды. Сонымен бірге бұл факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қостанайдағы орман өртіне кінәлілер тек түрмемен құтылған жоқ. Бұған дейін істі болған. Аймақтың орман шаруашылығына жауапты тұлға табиғатқа залал келтірген үшін 21 миллиард теңге айыппұл арқалады.
Жоғарғы соттың баспасөз қызметінің дерегінше, Басаман орман шаруашылығының басшысы дала өртінің қауіпті кезеңіне қарамастан жеке бригадаларға ағаш отауға рұқсат берген. Фемид өкілдері дәл осы адамдардың істен шыққан техникасынан шоқ түсіп, төтенше оқиғаға себеп болған дейді. Айта кетейік, Қостанай облысындағы алапат өрт 2022 жылдың қыркүйегінде болды. Тілсіз жау Әулиекөл ауданында 32 мың гектар орманды жалап жұқтап, сол жерде мекен ететін жан-жануарды түгел қырып кетті. Былтыр дәл осы азамат қызметін асыра пайдаланған үшін 4,5 жылға сотталған еді. Қарияларды қажылыққа апарам деп қаржысын қағып алған имам тәубесіне келді. Жамбыл облысы Тантабаба мешітінің қызметкері ерлі зайыптылардың зейнетақыдан жинаған $3,000 қайтарып беріпті ақыры. Дін өкілінің қулығын тілшілер әшкере қылған еді. Арада күн өтпей 4 ай бойы созбаққа салған ақшаны соңғы тиынына дейін санап берген. Ол аздай ақсақалға қолхат жаздырып алыпты. Ал Жамбыл ауданының бас имамы бұл мәселені әлеуметтік желіге шыққанда бір-ақ біліпті. Қазіргі таңда қаражат қайтарылып берілді, ал имамның өзіне қатысты тәртіптік шара қолдануға муфтиятқа мен ұсыныс бердім. Бұған дейін жаңағы ақсақал осы сіздерге қандай да бір шағым түсірді ме? Оларымыз жоқ. Мен бірінші рет сол жаңалыққа шыққаннан кейін өзім таныстым. Діни қызметкерлердің адамдарды умраға апарам деп ақша алуы бұл діни тұрғыдан дұрыс па бұл негізі? Жәрдем берудің бір жолдары ғой енді ол. Бірақ енді қаражатты қолына алуы дұрыс емес. Көлемі 5 қабатты үймен бірдей сирек кездесетін киттің өлексізесі жағаға шығып қалды. Финвол деген ғылыми атауы бар сүтқоректіні Аляска жағалауындағы жандар көріп қалған. Ұзындығы 14 метрден асатын теңіз тіршілігінің бұл түрі құрып кетудің азақ алдында тұр екен. Енді биологтар жабылып жүріп жануардың неден өлгенін анықтамақ. Бір белгілісі арам қатқан кит 1 мен 3 жас аралығында болған. Сіздерде банан қаншадан болып жатыр? Сіздерді білмеймін, итальяндық суретші Маурицио Каттелланың қабырғаға скотчпен жабыстырған осы бір дана жемісі 3 миллиард теңгеге сатылып кетті. Бәс саудаға қойылған инсталляцияның бастапқы құны $1,5 миллион деп бағаланған екен. Бірақ қытайлық криптокәсіпкер әрі коллекционер Джастин Сан туындыға тиынын аямай $6,200,000 санап берді. Теңгеге шақсақ 3 миллиардтан сәл асады. Ең қымбат бананды бизнесмен жақын күндері жеп тынатынын айтыпты. Кәрістің тренд жүзімін жеуге бола ма? Жауапты мамандар шайын мускат өнімін әдейілеп зертханаға апарып сараптама жасаған. Сөйтсе құрамындағы нитрат көлемі бір келісіне 13,7 миллиграмм көрсетіпті. Бұл жемістің осы түріне қалыпты көрсеткіш екен, яғни блогерлер хит қылған, елдің бәрі аузын асмр ғып түсіріп ит болған жүзімді ойланбастан жей беруге болады. Оның құрамынан адам денсаулығына зияны бар басқа күмәнді заттар табылмады. Айта кету керек, қазір осы көлемі өріктей, түсі көктей, жеміске жұрт жеріктей жармасып жатыр. Сенбінің кешінде Еуразия бірінші арнасын қосып, асау жаңалықтарды көруді ұмытпаңыз. Асаубек әріптесім тізгіндеген асау жаңалықтардың айтатыны мыналар. Асау жаңалықтар. Такси тізгінде жүріп баласын тербетіп, нәпақасын айырған жалғыз бастана алданып қалды. Миллиардтарды қалтасына басқан Перизат Қайраттың келіншекке уәде еткен баспанасы қайда? Астана қаласынан бір бөлмелі пәтерді сыйлағымыз келіп отыр. Мектептегі ұл қызыңыз не жеп жүр? Тәуліктік сынаманы аласыздар ғой, күнделікті көрсетіңізші. Оны 48 сағат бойы сақтайсыздар да. Еліміздегі асханаларға бірыңғай тамақ стандарт енгізіледі. Ал қазір орта білім ордаларындағы оқушылардың тамағы тыңғылықты тексеріліп жүрме. Ыстық шайған тық жандар жазылмас дертке ұшырайды. Осылай деген ақылаттылар қазақтың басты сусынның қауіп туралы айтты. Халқымыз ішпесе тұра алмайтын қара шайдың қандай зияны бар? Сенбі 20:00-де. Бүгінгі айтарымыз осы. Арнамыздан алыстап ақпараттардан қалысқап жүрмеңіздер, құрметті көрермендер. Дидарласқанша.